Сәлем достар, мен бүгінгі жасаған рогалики рецептімен бөлісейін сіздермен. Мен бұны жасап жүргеніме 4-5 жылдай болды. Бір проверенный рецепт. Бұрыннан жасаймын бұл рецептпен. Осында жазылған рецепттің бәрін жазып қойдым мөлшерлермен. Прям мөлшермен алған жоқ, мен на глаз алдым көбісін. Бірақ керек заттар осылар. Ұн 400-500 граммдай ұн болды менде. Апара ашытқаны, мен ашытқаны 1 қасық столовый ложкамен дрожь салдым да, 2 қасық қант салып, жылы суға бір 10 минуттай көтеріп алдым. Ашытқым 10 минутта дайын болды. Онан кейін осы заттар міне ұнды илеуіштен илеп алдым. Онан кейін дрожжи салдым, бір жұмыртқамды салдым, сливочный майды салдым. Сливочный майды қатты ертудің қажеті жоқ, микроволновкаға бір 15 секундқа ертіп алдым да. Онан кейін міне барлық заттарды салып, ұнымызға жақсылап араластырдым. Бірінші қасықпен араластырдым. Онан кейін жайлап, қамырым кішкене былжырақтау болды, сол үшін тағы да ұн қостым мінекей. Содан кейін қолмен иледім. Жан-жағына қамыр қалмайтындай жақсылап осылай илеп аламыз қамырымызды. Жақсылап басын біріктіріп, міне басын біріктіріп алдым, жақсылап иледім. Жөп жұмсақ, күшті тесто болды. Жөп жұмсақ прям. Осы тестаны алам да мен майка целлофанға салам. Өйткені кеңдеу тұру керек, кішкене майка целлофанға салып, қатты жаппайым, қатты бекітпеймін, кішкене свободный қылып осылай алам да. Холодильникке салам. 1,5-2 сағат. Менде 2 сағаттай тұрды. Негізі 1,5 сағат жетеді. 1,5 сағат жетеді. Мінекей дайын болды уже. Тестам көтеріліп, күшті болып тұр. Тестаны 4-ке бөлдім. Бұл тестаны мен 4 күлше қылтып алдым да. Міне бірінші күлшем жайдым. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес. Средний мөлшерде жайып алдым да. Мен бұл рогалики бірінші потокқа мен вареный сгущенка салдым. Міне осылай түйу әдісінде салып қойдым. Менде екінші вариантта, екінші күлшеге темный шоколад болды, баян сұлу. Сол шоколадтарды салып орадым. Үшінші вариантқа 1 чайный ложкадан қант салып орадым рогаликелерді. Одан кейін курага салсаңыз, мейіз салсаңыздар да болады. Әрі қарай противинге жақсылап орналастырып, бір 10 минуттай қойдым. Жақсылап көтерілді 10 минутта. 10 минуттан кейін духовкаға салдым. 180 градуста 20-25 минутта дайын болады. Жасап көріңіздер, балаларға өте қатты ұнады.